Саламатсыздар ма, шебер ханымдар? Бүгін біз сіздермен осындай галстук жасайтын боламыз. Қараңыздар. Бұл қазіргі трендте болып жатқан галстуктардың бірі, яғни рубашкада киеді ғой, кик-поп стиль. Осындай тапсырыс маған түсті. Енді қараңыздар, тек қана осы галстукты қара түстен етіп тоқитын боламыз. Бұл жерде мінеки байлаған сияқты мінеки өзіміздің галстуктың бұрышы бар, және мына мойынға тағуы. Яғни бұл рубашкалармен киюге өте әдемі. Біз ол үшін қара түсті мойшақтан бастаймыз. Ол үшін маған керек қара түсті мойшақ және біздің әдеттегідей лескамыз. Мойшағымыз бізде 8 мм жемчуг қара және лескамыз 6 мм. Қазір біз лескадан алып алайық. Лескамды алдым. Енді біз бастайтымыз әдеттегідей қазір. Лескамыздың бір жақ шетіне 4 мойшақты кіргіземіз. 4 мойшақты кіргіземіз. Мінеки, бұл біздің әдеттегі өзіміздің ыңғайымыз. Енді біз оны лесканың ортасына теңестіреміз. И лесканың бір жақ шетін біз мына соңғы мойшаққа кері кіргізіп осындай түйін жасаймыз. Қараңыздар, осындай түйін жасаған кезде тағы айналып кетпес үшін біздің кіргізген лескамыз жоғары жақта болу керек. Оны қадағалаңыздар. Сол кезде сіздің тоқылғаныңыз түзу әдемі болып жатады. Лескамызды теңестіреміз. Енді тағы да лесканың оң жағына біз 2 мойшақ, сол жағына 1 мойшақты кіргіземіз. 2 мойшақты алған жақтан біз түйін жасаймыз. Сол түйінге сол жақтағы лескамызды кіргіземіз. Кіргізгеннен кейін тартамыз. Қараңыздар, көрдіңіздер ме менің қателігімді? Бұл жерде мен мына түйінді мойшақтың ортасына әкелуін қадағаламаппын. Ол үшін біз жаңағы жасағанымызды біз қайтадан тарқатамыз. Енді осы түйінді біз мына түйін мойшақтың ортасына болуын қамтамасыз етуіміз керек. Ол үшін былай тартамыз ақырын. Тартып, былай. Сол кезде біздің 4 мойшағымыз орнынан қозғалмайды. Ары қаратай жаңағы іс-әрекетті қайталаймыз. Оң жаққа 2 мойшақ, сол жаққа 1 мойшақ. Екі мойшақ алғанымызды былай түйін дейміз. Түйін жасағаннан кейін сол жақтағы мойшақты кіргіземіз. Тартамыз. Қатты тартамыз. Көрдіңіздер ме? Енді 3-ші қатарын жасаймыз. Бұл бізде соңғы қатар. Біздің галстугымыздың ені 3 квадратик болады. Ол үшін біз оң жағымызға 2 мойшақ, сол жаққа 1 мойшақты аламыз да түйінді 1 мойшақтан жасайтын боламыз. 1 мойшақ кіргізген жағымыздан түйін жасап, түйін жасаймыз да 2 мойшақпен жасаған түйінімізді ортасынан алып өткіземіз.
мінекей біздің галстугымыздың алғашқы 3 ромбик дайын болды. Енді екінші қатарын тоқу үшін біз лескамыздың оң жағына 3 мойшақты бірдей аламыз. Бірінші қатарын жасау үшін. Соңғы мойшақтан біз түйін жасаймыз. Мінекей. Лескамызды өткіземіз, астыңғы лескамызды. Және тартамыз. Жаңағы айтып кеткендей, түйініміз мойшақтың ортасында болғанын қадағалау керек. Ал енді, көрдіңіз бе, лескамыздың біреуі үстінде, біреуі астында болды. Енді біз астыңғыдан шығып тұрған лесканы жанымызда тұрған мойшаққа кіргіземіз. Міне. Енді бізде міне 2 мойшақ бар. Ромбикті аяқтау үшін бізге 2 мойшақ жеткіліксіз. Ол үшін үстіңгі тұрған лескаға 2 мойшақты аламыз. Енді үстіңгі жағынан 2 мойшақ алдық, және соңғы мойшаққа біз түйін жасаймыз. Содан астыңғы лескамызды өткіземіз. Сосын тартамыз. Мінекей. Қатты тартамыз. Көрдіңіздер ме? Екінші ромбик дайын болды. Енді жаңағыдай біз істегендей астыңғы лескамызды жанында тұрған мойшаққа кіргіземіз. Бірақ енді бізге қатарды аяқтау керек қой. Үстіне жоғарыға шығу. Ол үшін біз міне 2 ромбик бізде бар. Енді қазір біз мына жерге тағы да 2 ромбик, 2 мойшақты аламыз. Сол жақтағы, сол астындағы лескаға соңғы мойшаққа түйін жасаймыз да. Жоғарыға көтеріп, жоғарғы лескамызды кіргіземіз. Тартамыз. Көрдіңіздер ме? Екінші қатар. Дәл осындай біз мінекей бірінші қатар, екінші қатар істедік. Дәл осындай біз 26 қатар жасауымыз керек. Бұл енді менің клиентімнің өзінің галстугының ұзындығын қалауы бойынша. Сіз әрине ұзынырақ немесе қысқаша жасауыңызға болады. Қазір біз қайтып ораламыз. Мінекей мен 26 қатар жасадым. Енді қараңыздар, біз осындай галстуктың осындай брошын жасау үшін, ол үшін біз өзіміздің қатарымыздың кез келген жағын алып, ұзын емес леска аламыз да, ортаңғы мойшағымыздан өткіземіз. Қазір мен бұрышын шетін кесіп алайын. Ортаңғы бұрышын жасап аламыз да. Бір жағына 2 мойшақ, бір жағына 1 мойшақ аламыз да. Өзіміздің әдеттегідей 2 мойшақ алғанымыздан түйін жасап, мына бір лескамызды өткізіп тартып аламыз. Түйін ортада болу керек. Қатты тартасыздар. Болды, біздің бұрышымыз дайын. Енді мына қалған лесканы біз кері қайтарып, былай кіргізіп қоюымыз керек. Бәрін біркелкі бір қатардан жасамай, қайтарып, айналдырып тастауымыз керек. Сол кезде біздің лескамыз үзілмейді және қатты бекітіліп тұрады.
лескамыз ұзын болып жатса, кері қайтаруға болады. Міне болды. Енді біз галстугымыздың мына артқы жағын мына түйін жасауымыз керек. Ол үшін біз міне келесі жағын аламыз да, қараңыздар, үстінен біреуін өткізіп, мына екі мойшақты біз тоқимыз. Ол үшін біз қазір лескамызды алып алайық. Қатты ұзын леска алмаймыз оғанда. Мінеке. Бірінші қатарға іліп алдым. Лескамызды теңестіреміз. Енді қараңыздар, оң жағынан жаңағыдай біз екі мойшақ аламыз. Сол жағынан бір мойшақ аламыз. Екі мойшақ қалғанымыздан біз түйін жасаймыз. Енді осы түйінге сол жақтағы лескамызды өткіземіз. Тартамыз. Тағы бір қатарын тоқимыз. Бірақ бұл жерде біз қазір аяқтауға жақындаймыз. Ол үшін біз қазір қараңыз, мына жақ оң жағына бір мойшақ, сол жағына бір мойшақ аламыз да. Міне сол жақтағымыз лескамызды мына қарама қарсы тұрған мойшаққа қайтып кіргіземіз. Ал оң жақтағы мойшақтан біз түйін жасаймыз. Сосын мына сол жақтағы лескамызды кіргізіп, жаңағы астындағы кіргізген. Бұлай тартамыз. Сол кезде тартқан кезде бұл жер бізде не істейді? Жиырылады. Қараңыздар. Мінеке, оп. Көрдіңіздер ме? Татты тартып қоямыз, мінеке, жиырылып қалды. Енді біз ыңғайымызға қойып алайық. Енді мына жерде бізде мойшақтан өткізіп тұр. Жанымыздағы тұрған мойшаққа өткіземізді. Жоғарыға көтереміз. Жаңағы біз екі мойшақты кіргізіп, қатар тоқыдық қой, дәл солай. Түйін жасап, түйіні лескамыздан өткіземіз. Ал енді астыңғы тұрған лескамызды біз жанымыздағы мойшақтан өткіземіз. Міне, үстімізде тұрған бір мойшақтан өткіземіз. Міне. Көрдіңіздер ме? Енді біз бір мойшақты алып түйін жасаймыз. Міне. Тартамыз. Бұл жерде біз аяқтадық. Мінеке. Енді қазір біз мына мойынға асатын мойшақ ретінде түрін жасаймыз. Ол үшін бұл жерде сіз өзіңіздің ұзындығыңызға байланысты жасайсыз. Яғни менің клиенттің мойыны өзі мойшағына, мойындағы алқасына байланысты етіп сондай ұзындықта жасадыңыз деді. Оның мойшағы 52 сантиметр екен. Сол 52 сантиметр етіп мен осы немді тоқыдым, мойшағымды. Қазір соны қалай тоқығанды көрсетемін. Ол үшін біз мына леска, менде леска қалды ғой. Осы леска қалған лесканы мен мына жоғарғы бір тұрған мойшаққа көтеріп шығарып алуым керек. Ол үшін біз кері қайтамыз. Мойшағымызды әрі бері, лескамызды мойшақтан әрі бері өткізіп,
тек қана өткізгенде өзінің лесканың орнына байланысты өткізу керек. Мына жерде қасында леска бар ғой, ол леска қалай жүреді, дәл солай сіз жаңа лескаңызды сүйемелдеп өткізуіңіз қажет. Міне. Бір лесканы өткіздім. Енді екіншіні өткіземіз. Дәл солай. Бірақ бұл жерге келгенде біз қазір керісінше лескамызды. Енді мына леска бізде мынаған қарама қарсы шығу керек. Ол үшін біз лескамызды мына өзіміздің галстугымыздың негізгі жағынан аударып шығарамыз. Міне. Енді ары қаратай біз тоқуымызды жалғастырамыз. Ол үшін әдеттегідей біздің мінеки оң жағымызға 2 моншақ, сол жағымызға 1 моншақ алып, екі моншақтан түйін жасаймыз. Сол жақтан өткіземіз, тартамыз. Арман қаратай болса жалғастыра бересіздер, өзіңіздің ұзындығыңызға байланысты. Мен әдеттегідей тағы да 52 сантиметр етіп ұзартуым қажет. Міне қыздар, осымен біздің галстукты аяқтадық. Осындай галстук шыға келді. Міне, менің клиентіме ұнайды деп ойлаймын.